Сәлеметсіздер ме 5 сынып оқушылары? Сендермен математика пәнінен БЖБ талдайтын боламыз. Тақырыбы натурал сандар және нөл саны, натурал сандардың бөлінгіштік белгілері бөлімі бойынша БЖБ. Біріншісінде өрнектің мәнін тиімді әдіспен табыңыз дейді. Астында 5084 саны. Бұл жерде көбейтілген 24-ке қосылған 976 көбейту 5084, иә? Енді не істейміз? Бұл жерде көбейтудің үлестірімділік қасиетін пайдаланамыз және 5084-ті жақтан сыртына шығарып жіберіп 24 пенен 976-ны қосатын болсақ 1000 болады. Енді 5084-тің артына 3 0 қоя салсақ 5.084.000 болады. Ал екіншісінде, яғни бысында біз қосудың ауыстырымдылық қасиетін пайдаланамыз, яғни өзімізге тиімді әдіспен 594 пенен 6-ны біріктіреміз, 847 менен 153-ті біріктіреміз. Екеуінің қосындысы 1600-ге тең болады екен. Екіншісінде теңдеуді шешіңдер дейді және тексеруді орындаңыз дейді. Бұл жерде 24 қосылған 78 азайтылған m тең 36, 78 азайтылған m жазамыз, өз орнымен 24-ті 36-ның қасына минус таңбамен өткіземіз. Сонда екеуінің азайтындысы 12-ге тең болады. m-ді табу үшін 78-ден 12-ні алып тастаймыз, сонда 66-ға тең болады. Енді орнына қойып тексереміз. 78-ден 66-ны азайтсақ 12, 24 пен 12-нің қосындысы 36-ға тең екен. Үшінші есепте берілген сандардың ішінен 5-ке еселік сандарды теріп жазыңдар дейді. Біріншісінде, 5-ке бізде соңы 0-мен және 5-пен аяқталатын сандар бөлінеді, сонда 5, 25, 80 екен. Бысында 100-дің бөлгіштерін теріп жазыңдар дейді. Яғни 100-дің бөлінетін сандары, ол дегеніміз 5, 25, қалған сандарымызға 100 бөлінбейді. Үшіншісінде 42 санның бөлгіштері болмайтын сандарды таңдап жазыңыз, яғни 42 бөлінбейтін сандар. Олар 5, 21-ге 42 бөлінеді, демек 25, 25-ке бөлінбейді, 42-ге бөлінеді және 80-ге бөлінбейді. Төртінші есепте өрнектің мәнін тауып салыстырыңдар дейді. Біріншісінде 3 көбейтілген 2-ның кубы, яғни 3 дәрежесі, және 3-дің квадраты көбейтілген 2-ның квадраты. 2-ның кубы дегеніміз ол 2-ні өзіне 3 рет көбейту деген сөз. 3 дәреже дегеніміз. Ол 8-ге тең болады. 3 пен 8-ді көбейтсек 24. Екіншісінде 3-дің квадраты көбейтілген 2-ның квадраты. 3-дің квадраты дегеніміз 3-ті өзіне 2 рет, 2-ның квадраты дегеніміз өзіне 2 рет көбейту. 3 пен 3-ті көбейтсек 9, 2 мен 2-ні көбейтсек 4, 2-ның көбейтіндісі 36. Сонда бізде шыққан сан 24 пен 36, 36 24-тен үлкен болғандықтан екінші өрнек бірінші өрнектен үлкен. Бесінші есебімізде амалдарды орындамай-ақ анықтаңыз дейді. Біріншісінде 84 пен 28-дің қосындысы 14-ке бөліне ме? Иә, бөлінеді. Неліктен? Өйткені 84 саны да 28 саны да бізде 14-ке бөлінетін болғандықтан, олардың қосындысы да 14-ке міндетті түрде бөлінеді. 84 пен 28-ді қосатын болсақ 112, 112-ні 14-ке бөлетін болсақ 8 саны шығады. Бысында 48 көбейтілген 13 көбейтіндісі 12-ге бөліне ме? Әрине бөлінеді. Өйткені 48 саны бізде 12-ке бөлінетін болғандықтан, бұл жерде 13 рөл ойнамайды. Өйткені ол көбейтудің орнында тұр, дұрыс па? Енді былай тексеріп көретін болсақ, көбейтіндісі 624 болады, 624 12-ке бөлетін болсақ 52 болады. Видеоның соңына дейін көріп тамашалағандарың үшін рахмет. Каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаймыз.